Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Әбілқасағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті химия және химиялық технологиялар кафедрасы. Екінші дәрісімізді біз сіздермен жалғастырамыз. Екінші дәрісіміздің тақырыбы реагенттерді қоспағанда минералдардың пульпаның сұйық фазасымен әрекеттесуі. Минерал сұйық фаза интерфейсіндегі процестер. Ол жерде бізде сорбция процесі жүреді. Сорбция процесі адсорбцияны және ион алмасуын қамтиды, яғни ерітінді мен кристалдық тор арасындағы иондарды ауыстыру қамтиды. Екі заттың арасындағы әрекеттесу процесін айтады. Сорбция процесі деп. Бірінші зат сорбент болса, екінші зат сорбатты өзіне тартып алады. Негізі сорбция процесіне қандай факторлар әсер етеді? Оған температура, қысым, беткі аудан, сорбенттің құрылымы мен химиялық қасиеті, сорбат концентрациясы. Сорбцияның қолданылуы су және ауа тазартуда, медицинада, химия өндірісіне, газдарды бөлу және сақтауда қолданады. Дамыған беті бар минералдар бұл процестерде әсіресе белсенді судың құрамында иондары минералдарының бетінде мықтап ұсталады. Әсіресе егер ол керісінше зарядталса. Ион алмасу кезінде минерал құрылымындағы иондар ерітіндіден алынған иондармен ауыстырылады. Бұл процестер целлюлозадағы минералдардың сулануына, агрегациясына, реактивтілігіне және мінез құлқына әсер ететін беттің зарядты мен қасиеттерін өзгертеді. Бетті ылғалдандыру. Сумен байланыста болған кезде минералдар адсорбцияланған су қабатымен жабылады. Ол бетке мықтап байланған бастапқы гидрат қабаты. Одан кейін екінші қабат пайда болады. Электростатикалық өзара әрекеттесуге әсер ететін әлсіз байланысқан су. Ылғалдандыру беткі энергияны азайтады және суспензиядағы бөлшектерді тұрақтандырады. Гидрат қабығының мөлшері ерітіндінің катиондық құрамына, pH-ға минералдың табиғатына байланысты. Мысалы, саз бөлшектерінде агрегацияға кедергі келтіретін және дисперсияны жеңілдететін күшті су қабығы пайда болуы мүмкін. Еріту және шаймалау. Кейбір минералдар суда ішінара ериді. Әсіресе pH бейтараптан ауытқыған кезде, мысалы қышқыл немесе сілтілі ортада. Еріген кезде сұйық фазаның құрамын өзгертетін иондар бөлінеді. Алдарыңызда қандай иондар қалай бөлінетіні көрсетіліп тұр. Мысалы, еріту pH буферлік қасиеттерге, ортаның иондық күшіне, сондай-ақ басқа минералдардың мінез құлқына және олардың дисперсия дәрежесіне әсер етеді. Беттік тұндыру. Еріту өнімдері бетіне қайта түсуі мүмкін. Бұл қайталама немесе реактивті тұндыру. Мысалы, ерітіндіні кальций мен карбонаттармен қанықтыру кезінде кальций карбонаты басқа минералдарда қайта кристалдануы мүмкін. Темір тотығу кезінде темірдің бетінде гидроксидті пленка түзілуі мүмкін. Мұндай жауын шашын зарядты сулануды, флотация қасиеттерді өзгертеді және минералдарды одан әрі реакцияларға жол бермей тығыздай алады. Электростатикалық өзара әрекеттесу. Қос электрлік қабат. Минерал ерітіндімен байланыста болған кезде қос электр қабаты түзіледі. Ішкі қабат диффузиялық қабат.
Сонымен қатар суда молекулаларының уақыттық тепе-теңдік жайынан өзіндік диффузиямен пайда болатын тербелістен және олардың секіру тәріздес арқылы ауысуынан тұратын жылулық қозғалысымен анықталады. Тест зета потенциалды суспензия тұрақтылығының көрсеткішін анықтайды. Егер зета потенциалы нөлге жақын болса, бөлшектер оңай коагуляцияланады. Жоғары мәндерде жүйе тұрақтандырылады. Келесі электростатикалық күштер бөлшектердің флокуляциясына, агрегациясына, итерілуіне немесе тартылуына әсер етеді. Жалпы судың физикалық және физика-химиялық қасиеттері флотациялық әрекеттестілігіне маңызды, әрекеттесулігіне өте маңызды болып келеді. Су жартылай диссоциацияланып, сутек және гидроксил OH- иондарына ыдырайды. Температура жоғарылаған сайын судың иондық көбейтіндісі де өседі. 10 градус Цельсийда 0,36 көбейту 10⁻14 дәрежесінде, 20 градус Цельсийда 0,85 көбейту 10⁻14 дәрежесінде, 50 градус Цельсийда 5,56 көбейту 10⁻14 дәрежесінде құрайды. Су молекулаларын өзіне қарай тартып, протон өте тұрақты басқа иондар сияқты гидратталатын гидроксонды ионын түзеді. Суда өтетін химиялық процестер көбінесе сутек ионның концентрациясымен анықталады. Осы себептен сутек көрсеткіш пульпаның иондық құрамының жалпылама көрсеткіші болып табылады. Ал құрметті студенттер, біз сіздермен екінші дәрісімізді келесі сабақта жалғастыратын боламыз. Келесі сабақта сіздермен минерал бөлшектерінің сумен және ерітінділермен әрекеттесу тақырыбын өтетін боламыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.